Біздің мәслихаттың Инстаграм парақшасы бар. Негізінде тұрғындар, вообще халық Инстаграмда көп отырады. Фейсбукта енді оны көбінесе ол үлкен мекемелер, мемлекеттік мекемелер болса, тұрғындар Инстаграмда отырады. Сол Инстаграмда біздің мәслихаттың парақшасы бар. Ол парақша белсенді, біз күнбе-күн ақпарат жариялап отырамыз, және ең бірінші сондай белгілеу тұрған парақта өз депутатыңды қалай табуға болады деген арнайы қосымша бар. Соған кіріп, әр тұрғын өзінің депутатын таңдайды. Және де біздің депутаттар тұрғындармен кездесуге міндетті, қабылдау жасауға міндетті. Сол қабылдау кестелерін біз салып отырамыз. Мысалы, менің ертең қабылдау күнім, мен бір күн бұрын сол парақшаға салам. Менде ертең қабылдау болады деп, өзімді жаңағы сториске салам. Себебі тұрғындар жазылу керек. Жазылып, уақытын білу керек. Сондықтан әр депутат тұрғындарын қабылдайды. Мәслихаттың біздің сайтымыз бар. Біз мәслихаттың комиссияларының отырыстарын саламыз. Және соның ішіндегі ең мысалы қызықты деген, толғандырып жүрген, көптен бері қаражат күтіп жүрген, я болмаса бір жаңа жобалар болған кезде біз оны барынша жеткізудің амалын қараймыз. Қосымша ақпараттар саламыз. Сосын сонымен бірге әр депутатқа өз парақшаларында белсенді болуында біз ұсыныс ретінде айтамыз.